Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Аманбаева Асимгүл Абдулмансуровна, Алихан Бөкейханов университетінің бизнес және басқару кафедрасының аға оқытушысы, доктор PhD. Бүгінгі қарастырылатын дәріс тақырыбымыздың атауы құрылыстағы шығындардың классификациясы және өзіндік құнның есебі. Енді жоспарға тоқталсақ, шығындар есебінің мәні мен жіктелуі, өндірілген өнімнің өзіндік құны және калькуляциялау әдістері. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығынды есепке алудың халықаралық тәжірибеде қолданылатын әдістері. Енді жалпы кәсіпорын немесе оның бөлімшелері өндірісінің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесінде басты орынды өнімнің өзіндік құны алады. Өзіндік құн құрамы мен оны құрайтын шығындармен анықталады. Жаңа құрылыс саласында өндіріс шығындарын басқару өте күрделі процесс. Өзінің мәні жағынан сол кәсіпорынның жаңағы бүкіл қызметін басқаруды білдіреді. Яғни болып жатқан өндіріс процестерінің барлық жақтарын қамтиды. Осы процестердің барлығы басқа өндіріс салаларына қарағанда өте күрделі процесс болып табылады. Шығындар есебінің мәні. Шығындар есебі мәнінің көпшілік қабылданған анықтамасы. Бұл шығындар есебі жаңағы кәсіпорында белгілі уақыт аралығында болған жабдықтау, өндіріс және өнім өткізу процестерін, оларды сандық өлшеу, заттай және құндық көрсеткіштермен тіркеу, топтастыру және талдау арқылы көрсетуге бағытталған шаралар жиынтығы болып табылады. Мұндай көрсету кәсіпорынды басқару мен оның қызметін, қаржы нәтижелерін анықтау арқылы бағалауға қажетті мәлімет алуды қамтамасыз етеді. Жалпы нақты бір кәсіпорынның өндіріске жұмсалған шығындары есебінің негізгі міндеттеріне тоқталсақ, кәсіпорын әкімшілігін басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз ету, болашақтағы экономикалық стратегияны қалыптастыру, дайын өнімді бағалау және қаржылық нәтижелерді есептеу үшін шығарылатын өнімнің өзіндік құнын есептеу. Құрылымдық бөлімшелердің өндірістік қызметінің экономикалық нәтижелерін анықтау және бағалау. Ұзақ мерзімді сипатқа ие өндірістік және технологиялық бағдарламалардың өзін-өзі ақтауы. Жалпы өндірілген өнімді калькуляциялау және бағалау үшін шығындар былай топталады. Мазмұны бойынша негізгі үстеме, өнімнің өзіндік құнына енгізу бойынша тікелей жанама, өндіріс көлемінің өзгерісіне қатысы бойынша айнымалы, тұрақты. Міне осындай шығындар болып топталады. Енді өндірілген өнімді калькуляциялау және бағалау үшін атап өткендей негізгі шығындар өндірістің технологиялық процесімен тікелей байланысты шығындарды негізгі өндіріс шығындары деп атаймыз. Яғни оған шикізатты, технологиялық қажеттіліктерге кеткен материалдық шығындарды, негізгі өндіріс жұмысшыларына жалақы төлеу және тағы басқа шығындарды жатқызуға болады. Үстеме шығындар дегеніміз өндірісті ұйымдастыру, оған қызмет ету және басқарумен тікелей байланыста пайда болған шығындарды айтамыз. Тікелей өнімнің нақты бір түрін өндірумен байланысты және оның өзіндік құнына тікелей кіреді. Өндірілген өнімді калькуляциялау және бағалау үшін шығындар былай топталады. Жанама шығындар. Ол жекелеген өнім түрлерінің құнына тікелей емес, жанама түрде бөлінеді. Олар өнімнің өзіндік құнына әртүрлі әдістердің көмегімен пайыз, коэффициенттерін атауға болады. Бұлар жанама жолмен қосылатын шығындарды айтамыз. Айнымалы шығындар. Мөлшері өндіріс көлемінің өзгеруіне тура сайма-сай өзгеретіндер. Әдетте, айнымалы шығындарға шикізаттар мен негізгі материалдардың шығындарын, негізгі өндіріс жұмысшылардың еңбек ақысын, айнымалы өндірістік шығындарды жатқызуға болады. Тұрақты шығындар өнім өндірісі көлемінің өзгеруіне байланысты емес,
шығындар. Яғни бұл жерде жылыту, өндірістік бөлмеге жарық беру, амортизация шығындарын жаңағы тұрақты шығындарға жатқызуға болады. Енді шығындардың экономикалық мазмұнына сәйкес құрылыс кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметтерде орын алатын шығындары келесі элементтер бойынша топтастырылады. Материалдық шығындар, еңбекті өтеуге жұмсалатын шығындар, әлеуметтік қажеттіліктерге ақша аударулар, құрал жабдықтардың жаңа тозуы, яғни амортизациясы, басқа да шығындар. Құрамы бойынша шығындар: бір элементті шығындар, бір элементтен тұратын шығындар, яғни еңбекақы, материалдар, ақша аударымдарын жатқызуға болады. Кешенді шығындар: бірнеше элементтен тұратын шығындар, барлық элементтер кіретін цехтың шығындарын жатқызуға болады. Енді кез келген өнімді өндіру жаңағы шығындарды шығындар болуды талап етеді. Сондықтан да шығындарды жіктеу өндірістік есептің жаңағы ең маңызды элементі болып табылады. Әдетте топтау қағидаларына калькуляция баптарының номенклатурасы сәйкес келеді. Өзіндік шығындарды дұрыс есептеу үшін оның жаңағы ғылыми негізделген жіктелімі аса қажет. Құрылыс саласында шығындарды өндірістік үрдістің барлық жағын қамти отырып, яғни оның ерекшеліктеріне қарай белгілі бір топқа жатқыза отырып орындау қажет. Құрылыс өнімдерін тікелей өндірістік өзіндік құнын анықтағанда тікелей шығындар негізге алынады. Бұл шығындарды бағалау әдісін қолданғанда тікелей шығындар дайын өнімдердің өзіндік құнына кіреді, ал жанама шығындар толық ағымдағы жылдың жалпы қаржылық нәтижелеріне апарылады. Жалпы жаңағы мердігерлік құрылыс кәсіпорнының шығындары келесі баптар бойынша топтастырылады. Материалдар, жұмысшының еңбегін өтеуге кеткен шығындар, құрылыс машиналары мен тетіктерін ұстау мен пайдалану бойынша шығындар, үстеме шығындар, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы. Енді екінші сұраққа көшсек, өндірілген өнімнің өзіндік құны және калькуляциялау әдістері. Кәсіпорын қызметін басқару жүйесін қайта ұйымдастыру, отандық өндірістік есеп үшін жаңағы өндіріске жұмсалған шығындар есебі және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау ұғымдарын бағалауда жаңа мүмкіндіктер ашады. Есепті ұйымдастыру жүйесі келесі кезеңдерде қарастырылады. Өндірістік қызмет процесіндегі пайда болу мезгіліне қарай жаңағы алғашқы шығындардың бейнеленуі. Өндірістік шығындар туралы мәліметті қызмет түріне, өндіріске, құрылымының бөлімшелеріне, шығындардың пайда болу орындарына, жауаптылық орталығына, өнімдерге, жұмысшыларға қарай оқшаулау. Өндірістік шығындарды пайда болу уақытына және өзіндік құнға қосылуына қарай, сонымен қатар басқа да уақыт кезеңдері, өткен шығындар, есепті кезең және болашақ кезең шығындарына қарай оқшаулау. Кәсіпорынның жалпы шығындарын өндірістік бөлімшелер арасында бөлу, қызмет көрсетуші өндірістік шығындарын оның аяқталмаған және дайын өнімдері арасында бөліп, шығындарды өндірістік бөлімшелері, қызмет көрсетуші өндірісінің өнімдерін, жұмысшылар мен қызметтерін тұтынушылары бойынша қайта бөлу. Яғни шығындар есебінің нақты объектісінің сипаттамасы, шығындарды бағалау әдісі мен өндірістегі есеп жүйесінің түрін анықтайды. Енді өзіндік құнды түсіну үшін жаңағы үш жақтан қарастыруға болады. Шығындар ресурстарын пайдаланумен анықталады. Шығындар ақшалы өлшемдегі пайдаланылған ресурстардың санын сипаттайды. Шығындар олардың жұмсалу мақсатында өнім өндірісі қандай да бір бөлімше қызметімен салыстырылады. Осыдан өзіндік құн белгілі бір мақсатта пайдаланылған жаңағы ресурстардың ақшалай өлшемдегі шамасы. Енді өнімнің өзіндік құнының үш түрі бар. Толық өндірістік өзіндік құн,
тікелей өндірістік өзіндік құн, жауапкершіліктің орталығы бойынша өзіндік құн. Әрбіреуіне жеке тоқталсақ, толық өндірістік өзіндік құн ол қалыпты жағдайда оперативті шешімдерді қабылдау үшін қажет. Тікелей өндірістік өзіндік құн, оны ішінарада деп атайды. Арнайы жағдайларда оперативті шешімдерді қабылдау үшін қолданылады. Жауапкершіліктің орталығы бойынша өзіндік құн, ол жауапты атқарушыларын қызметін бақылау және жоспарлау үшін қолданылады. Толық өзіндік құн өндіріске жұмсалған барлық ресурстарды құрайды. Жанама шығындар екі кезеңге бөлінеді. Жауаптылық орталығына қарай алдын ала таңдалған базалар мен коэффициенттер бойынша дайын өнімдерге бөлінеді. Бұл бөлініс өндіріс көлемі мен аяқталмаған және аяқталған болып анықталады. Енді нормаларға сәйкес келешекте пайда болуға тиісті шығындарды бағалау нормативтер шегінде болуы керек. Бұл жүйенің шығындарды бағалаудың қолдану бастапқы кезеңінде шығындардың тікелей жанама түрлерге бөлінуі жүзеге асырылатын, ал шығындардың тұрақты және айнымалы түрлеріне бөліну қарастырылмайтын. Мұнда жүйе стандарт кост жүйесі деп аталады. Нормативтер бойынша шығындарды бағалау жүйесі кәсіпорынның ресурстарын пайдалану деңгейін сипаттап, басқарушылық шешімдерді жеңілдетеді. Барлық шешімдерді қабылдаған кезде нормативтер жүйесінде қабылдаған жөн. Сметалық нормаларды жасағанда орташа шарттар мен барлық кешенді құрылыс жұмыстары ескеріле отырып, құрылыс жұмыстарының тәсілдері қолданылады. Калькуляциялау мақсаты неде? Шығындар түрін жүйелеп, құрылысты ұйымдастыруда дұрыс шешімді қабылдауға әрекет ету. Бұл мақсат төмендегідей бағытты қамтуы шарт. Ішкі аудитті жүргізу, жоспарланған көрсеткіштердің орындалуын бағалау, жұмыс түріне қарай тиімділігін анықтау, шығын мөлшерін азайтудың жолдарын анықтау, инновациялық әдістерді қолдану қажеттілігін тану. Бүгінгі күні қолданылып отырған тәжірибеде көрсетілгендей, құрылыс компаниялары калькуляциялық шығындар баптарын қолданады. Оған қандай баптар жатады? Материалдар, жұмысшылардың еңбекақысы, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалану үшін кеткен шығындар, үстеме шығындар. Өндірістік есеп қаржылық есепті кеңейтеді және ол негізінен кәсіпорынның ішкі операцияларын жүргізу кезінде қолданылады. Бұл жерде қаржылық есеп есептік саясаттың аясында халықаралық есеп стандартына сәйкес ұйымдастырылса, басқарушы есеп іс жүзінде ондай тәртіппен белгіленбейді. Халықаралық есептің тәжірибесі көрсетіп тұр. Кәсіпорынның әрбір сала ішіндегі саласында шығындарды есепке алуды, ұйымдастырудың қалыптасқан ерекшеліктері, оның үстіне көптеген кәсіпорындар мен фирмалардың капиталмен еркін айналысуына мүмкін беретін көп салалы профилі бар екенін ескерген жөн. Демек, өндірістік есептің қатаң тәртібін белгілеу іс жүзінде өте күрделі, көп жұмысты, көп есепті талап ететін процесс болып табылады. Қорытындыла келе, кәсіпорынның әрбір саласында шығындарды есепке алуды, ұйымдастырудың қалыптасқан өзіне тән ерекшеліктері бар. Оның үстіне көптеген кәсіпорындар мен фирмалардың капиталмен еркін айналысуына мүмкіндік беретін көп салалы профилі бар екенін ескерген жөн. Демек, өндірістік есептің қатаң тәртібін белгілеу іс жүзінде күрделі іс болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінге осымен біздің дәріс тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.